2025 жылдың 3 қарашасынан бастап Астана 1 кеден ақпараттық жүйесінде тауарларды декларациялау модулін сынақтан өткізу басталды. Бұл өзгерістер кедендік рәсімдерді автоматтандыруға және жеңілдетуге, сондай-ақ қағаз құжаттарды цифрлық форматқа көшіруге бағытталған. Сынаққа барлық сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар қатыса алады, форматы онлайн және офлайн. Өтінім беру тәртібі мен сынақ өткізу кестесі төмендегі порталда жарияланған. Порталда бейнесабақтар мен жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар, байланыс деректері, ұсыныстар мен ескертпелер жіберу формасы орналастырылған. Жаңартылған модульді іске қосу 2026 жылдың қаңтар айына жоспарланған. Сынаққа қатысушылардың пікірлері мен ұсыныстары ескеріледі. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті барлық сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды сынаққа белсенді қатысуға және Қазақстанның цифрлық кедендік жүйесін дамытуға үлес қосуға шақырады.